Сәлеметсіңдер ме балалар? Балалар, біз бүгін бірінші сынып ана тілі пәнінің 10-шы сабағын өтеміз. Сабақтың тақырыбы жуан және жіңішке дауысты дыбыстар. Балалар, олай болса, ең бірінші дыбыстар мен әріптердің айырмашылығын қайтадан есімізге түсіріп алайық. Балалар, дыбысты біз айтамыз және естиміз. Ал әріптерді біз жазамыз, оқимыз және көреді екенбіз балалар. Балалар, мысалы мен с деген дыбысты айтамын. Сендер оны естіп жатсыңдар, е? Демек, біз естісек және айтсақ, ол не болатын еді? Дыбыс па, әріп па? Дұрыс айтасыңдар балалар. Дыбыс болады екен, е? Яғни біз дыбыстарды айтамыз және естиміз. Енді балалар, с деп мен экранға былай жазайын. Біз бұл с әріпін көріп тұрмыз және оқып тұрмыз, оны мен жазып тұрмын. Олай болса, бұл дыбыс бола ма, әлде әріп бола ма? Дұрыс айтасыңдар балалар. Әріп болады, е? Жаңа ережеде айтқандай, біз әріпті көреміз, оқимыз және жазамыз. Ал енді дауысты және дауыссыз дыбыстарды қайтадан есімізге түсірейік. Балалар, дыбыстарды біз дауысты және дауыссыз дыбыстар деп екіге бөледі екенбіз. Дауысты дыбыстар дегеніміз ешқандай кедергісіз, еркін шығатын дыбыстар, және біз дауысты дыбыстарды созып айтады екенбіз. Мысалы, о, и, а. Міне осылай созып айтуға болады екен бұларды. Ал дауыссыз дыбыс дегеніміз белгілі бір кедергілермен қысылып шығатын әріптер екен. Мысалы, м. Балалар, м деген кезде біздің екі ерніміз бір-біріне тиеді, яғни кедергі болады, е? Еркін аузымыздан бұл әріп еркін шықпайды екен. Яғни бұл дауыссыз дыбыс болады. Л десек, балалар, тіліміз таңлайымызға тиеді. Демек, бұл жерде де л дыбысы еркін шығып тұрған жоқ. Демек, бұл да дауыссыз дыбыс болып саналады екен. Сонымен қатар балалар, дауысты дыбыстарды жуан және жіңішке деп екіге бөледі екенбіз, иә? Жуан дауысты дыбыстарға а, о, о, у деген дыбыстар жатады екен. Ал жіңішке дауысты дыбыстарға ә, ө, е, и, у дыбыстары жіңішке болып саналады екен. Балалар, бұл жерде у дыбысын неге жуан дыбыстардың да жіңішке дыбыстардың да қатарында тұр деп түсінбей жатқан болсаңдар, сөз құрамындағы басқа дауысты дыбыстар жіңішке болса, у дыбысы да жіңішке болып айтылады екен. Ал сөз құрамындағы басқа дыбыстар жуан болса, ол сөздегі у дыбысы жуан болып айтылады екен. Мысалы, келу. Бұл жерде екі дауысты дыбыс бар, е мен у. Балалар, бұл жерде у дыбысы жіңішке айтылады. Себебі қасында тұрған е дауысты дыбысы да жіңішке. Міне қараңдар, е дыбысы жіңішке дауысты дыбыстардың қатарында тұр. Яғни сөздегі удан басқа дауысты дыбыс қандай болса, жуан болса жуан, жіңішке болса жіңішке айтылады екен. Ал егер бару деген сөзді алатын болса, бұл жерде а және у дыбыстары дауысты дыбыс, е? Ал бұл жерде а дыбысы жуан дыбысты болғандықтан, қасындағы у дыбысы да жуан дыбыс болып саналады екен балалар. Осылайша у дыбысы бірде жуан, бірде жіңішке болады екен. Балалар, бұл ережелерді жақсылап естеріңе сақтап алыңдар. Себебі алдағы уақытта тапсырмаларды орындайтын кезде бұл ережелер бізге өте қажет болады. Олай болса балалар, бірінші жаттығуға назар аударайық. Өлеңді мәнерлеп оқы. Өлеңнің тақырыбы балақайлар әні. Ардақтаймыз атаны, аялаймыз әжені. Атам қандай ақылды, әжем қандай әдемі. Атам ататай, ойнақтайды ботатай. Әжем әжетай, шүпірлейді шөжетай. Балалар, ендеше сандықшаның тұсындағы сөзге назар аударайық. Яғни шүпірлейді деген сөз бір жерге көп болып жиналу деген мағынаны білдіреді. Яғни мына өлеңде айтып тұрғандай, шүпірлейді шөжетай. Яғни шөжелер, балапандар бір жерге
көп жиналды деген мағынаны білдіреді екен. Ендеше балалар, өлеңнің астындағы сұрақтарға жауап беріп көрейік. Өлеңде кімдер туралы айтылған? Өлеңде ата мен әже туралы айтылған. Ал астындағы сұрақта ата, әже, бота сөздеріндегі дауысты дыбыстарды ата дейді. Олардың жуан немесе жіңішке екенін айт. Олай болса, балалар, экранға жуан және жіңішке дыбыстар берілді. Мінекей осыларға қарап, мынау қарамен жазылған сөздердегі дауысты дыбыстардың жуан немесе жіңішке екендігін табуымыз керек. Балақай, қане, ата сөзінде екі дауысты дыбыс бар екен, яғни екі жағындағы екі а әріптері дауысты дыбыс болып саналады екен. Балалар, қанекей, мына төмендегі ережеден іздейікші балалар. А әріпі жуан ба, әлде жіңішке ме? Міне балалар, а әріпі жуан дауысты дыбысқа жатады екен. Келесі әже. Әже сөзінде ә және е дыбыстары дауысты дыбыс екен. Оларды қане төмендегі ережеден іздейтін болсақ, ә және е дыбыстары жіңішке дауысты дыбыстылардың арасында тұр екен, яғни ол дыбыстар жіңішке дыбыстар болып саналады. Үшінші, бота. Бота сөзінде дауысты дыбыстарды қанекей балалар анықтайықшы. О және а дыбыстары дауысты дыбыстар, Ендеше балалар, о және а дыбыстары, мінекей қараңдаршы, жуан дауысты дыбыстардың ішінде тұр екен. Яғни бұл дыбыстар жуан дауысты дыбыстар болып саналады екен. Келесі жаттығуымыз екінші жаттығу. Көркем жаз. Сөздердегі дауысты дыбыстар жуан ба, жіңішке ме? Балалар, бірінші оқып алайық. Аталар сөзі ақылдың көзі. Балалар, бірінші бұл жердегі дауысты дыбыстарды тауып алайық. Аталар сөзінде, аталар деген сөзде мінекей 3 а әріпі бар екен, яғни бұлар дауысты жуан дыбыстар екен. Келесі сөзі. Сөзі деген сөзде ö және і дыбыстары дауысты дыбыстар. Балалар, қанекей табайықшы, бұлар жуан дауысты дыбыс па, әлде жіңішке дауысты дыбыстар ма? Бұлар жіңішке дауысты дыбыстар екен, ö, і дыбыстары жіңішке дауысты дыбыстар екен. Келесі ақылдың деген сөзде а, ы деген дыбыстар дауысты дыбыстар болып саналады. Бұл дыбыстар балалар жуан дауысты дыбыстарға жатады екен. Көзі деген сөзде ö және і дыбыстары дауысты дыбыстар. Балалар, бұл дыбыстар да жіңішке дауысты дыбыстарға жатады екен. Жарайсыңдар балалар, тапсырмаларды өте керемет орындадыңдар. Ендеше балалар, осы тапсырмада берілгендей, бұл тапсырманы көркем жазуымыз керек екен, Ендеше тыныс белгілеріне, үлкен әріп және кішкентай әріптерге назар аударып, жақсылап дәптерімізге көркем түрде көшіріп жазамыз балалар. Көшіріп болғанша видеоны тоқтатып қойыңдар. Содан кейін қайтадан келесі үшінші жаттығуды орындауға кірісетін боламыз. Олай болса балалар, үшінші жаттығуға назар аударайық. Берілген әріптерден бірнеше сөз жаса дейді балалар, Балалар, суреттегі гүлдің күлтелерінде әртүрлі дауыссыз дыбыстар жазылған екен, және гүлдің ортасында дауысты дыбыс бар екен, Осы дыбыстарды қолдана отырып, біз белгілі бір мағына беретін сөздерді құрап шығуымыз керек екен. Балалар, ол сөздердің міндетті түрде мағынасы болу керек екен. Олай болса, т, о, р деген әріптерді қосып, тор деген сөз шығаруымызға болады екен. Және де т, о, л деген әріптерді қосып, тол деген сөз шығаруымызға болады екен балалар. Сонымен қатар т, о, қ, яғни тоқ деген сөзді шығаруымызға болады екен. Балалар, бұл сөздердің барлығының да мән мағынасы бар. Мысалы, тоқ деген сөз менің қарным тоқ деген сөзде қолданылады екен балалар. Келесі балалар, тос. Мінекей, т, о, с әріптерінен тос деген сөз шығаруымызға болады екен. Яғни, мені тос, мені күт деген мағынаны білдіреді екен балалар,
Ендеше балалар, қ, о, с деген әріптерді байланыстырып, қос деген сөз шығарады екенбіз балалар. Сонымен қатар, қ, о, л деген әріптерден қол деген сөз шығарады екенбіз балалар, иә? Және де с, о, қ деген әріптерді қосып, соқ. С, о, т әріптерін қосып, сот. Және де с, о, л деген әріптер қосып, сол деген сөзді шығаруымызға болады екен балалар, иә? Балалар, ендеше екінші гүлге назар аударайық. Бұл гүлдің күлтелерінде көптеген дауыссыз дыбыстар және ортасында е деген дауысты дыбыс бар екен. Осы әріптерді бір-бірімен байланыстырып, мағына беретін сөздер құрайды екенбіз балалар, иә? Олай болса, б, е, л, бел деген сөз шығарады екенбіз. Бұл адамның белі, иә, біздің дене мүшеміз. Немесе б, е, р, бер деген сөз шығарамыз, иә? Маған бер, балаға бер деген сияқты кезде қолданады екенбіз. Және де б, е, т, бет, иә, біздің бетіміз екен. Сонымен қатар, мына жерде ж, е, р, жер деген сөз шығара алады екенбіз балалар. Жез деген сөз шығарады екенбіз. Балалар, жез деген металдың түрі екен, иә? Алюминий, мыс деген сияқты жез деген де металдың түрі екен. Келесі балалар, ж, е, л деген әріптерден жел деген сөз шығаруымызға болады екен. Және де ж, е, т деген әріптерден жет деген сөз шығарады екенбіз, иә? Және де мына жерде т, е, з, тез деген сөз шығаруға болады. Т, е, р, тер деген сөз шығаруға болады. Яғни біз терлейміз, иә? Тер деп соны айтады екенбіз балалар. Мінекей балалар, мына дауысты және дауыссыз дыбыстарды пайдаланып, біз көптеген сөздер шығардық. Балақай, ойланып көрші, бұлардан басқа тағы қандай сөздер құрауға болады? Егерде бұлардан басқа сөз құрай алсаң, комментарияға жазып қой. Олай болса балалар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Келесі сабақта кездескенше, каналға тіркеліп, видеоға лайк басып қой.